Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар. Бұл сапар мен үшін үлкен қуаныш, және бұл менің Қазақстанға бірінші рет келуім. Астана қандай әсем қала, керемет шаһар. Құттықтауымды қабыл алыңыздар. Кездесуімді жалпылама концепциядан бастамақпын. Оның сіздер үшін де, өзім үшін де пайдалы болатындығына сенімдімін. Ангела Меркель Германия канцлері болып сайланғанда, ол менің Берлинге келуім туралы өтініш жасады. Жаңа үкіметтің алғашқы 2 апта бойы жасалған жұмысы 21 ғасырда экономиканы қалай дамытпақпыз деген сауалды тұжырымдауға мүмкіндік берді. Мен Германияның адам басына шаққандағы ең алып және өндірісі дамыған экономикалардың бірі екендігін білемін. Сондықтан Берлинге келісімен мен канцлерге қойған бірінші сұрағым: канцлер ханым, энергетиканың мына ұлы заманының аяқталар шағында біз Германияның Еуропалық одақтың экономикаларын, жаһандық экономиканы қалай дамытпақпыз? Бұл проблемаға Германия, Еуропа, Қазақстан, Қытай, Америка, бүкіл дүние жүзі тап болмақ. Екінші өндірістік революция осы ғасырдың екінші жартысында аяқталады. Қазбалы жанар-жағармай қымбаттай түсуде, оның әлемдік нарықтағы бағасы тұрақсыз. Және де ол енді ешқашан арзандамайды. Осындай энергияға байланған іштен жанатын қозғалтқыш, орталықтандырылған электрификация сынды технологиялардың ресурстары сарқыла бастады. Біз 20 ғасырдағы энергетикалық технологиялары өнімділігінің төмендігіне қарамастан, одан әлі де бас тарта алмай тұрмыз. Бүгінгі өркениетіміздің көміртекке сүйенген индустриясы тым қымбат болып бара жатыр. Өркениетіміздің өзі көміртекке негізделіп отыр. Біз тағамымызды мұнай химиялық өнімдермен, пестицидтермен тыңайтып өсіреміз. Фармацевтикалық өнімдердің дені мұнайдан өндіріледі. Синтетикалық талшықтар да мұнайдан жасалған. Қуат, көлік, жылу, жарық бұның бәрі қазбалы көміртектен құралып отырған жоқ па? Біз көміртектік шөгінділерді қазып алып ұлы өркениет құрдық. Бірақ бұл өркениет өзінің даму шегіне жетіп те қалды. Мен бұны 2 оқиға арқылы түсіндіре аламын. Алдымен, әрбір үкімет осы ғасырда не істеуі қажет, соны анықтайық. Біріншіден, 2008 жылдың шілдесінде мұнай баррелінің әлемдік нарықтағы бағасы рекордтық $147 жетті. Бұл басқа да өнімдер бағаларының шарықтауына әкеліп соқтырды. Өйткені бәрі көміртекке байланған. Осылайша баға өсіп, сатып алу қабілеті күрт төмендеді. Сол кезде дүние жүзі экономикасы тоқырап, дағдарыс басталды. 60 күннен кейінгі қаржы нарығының күйреуі сол апаттың тек салдары ғана. Ал дүние жүзі көшбасшылары әлі күнге дейін сол себептермен айналыспай, салдарын жоюмен әлек. Осылайша көміртектік өркениеттің аяқталар кезеңінің жақындағанына көзіміз жетіп отыр. Мен 120 жаһандық компания басшыларынан құралған кеңестік топты басқарам. IT, электрондық, коммуналдық, энергетикалық, құрылыс компанияларын басқарғандықтан біз не болып жатқанын анық білеміз. 2007 жылы мұнай баррелінің бағасы $120 асып, өнім бағасы өскенде, әлемнің 22 елінде азық-түлік бағасының өсуіне байланысты наразылық басталған. Өйткені өнім бағасы 2-3 есеге өсті, ал мұнай бағасы $147 жеткенде біз өнімдерді сатып алуды мүлдем қойдық. Өте күшті апат болды. Бүгіндері дүние жүзінде дамыған елдердің өзінде миллиард адам тамаққа жармай отыр. Біз осы энергия мен технологияларға негізделген жаһанданудың қандай дәрежеге жеткендігін де білеміз. Бұл дәліз мұнай баррелі бағасының $120-140 арасындағы деңгейде. Баға осы аралыққа жеткен сайын өнім қымбаттап, халықтың сатып алу қабілеті төмендейді. 2009 жылы дүние жүзінде экономикалық белсенділіктің жоқтығынан мұнай бағасы $30 дейін түскен. 2010 жылы дағдарыс бәсеңдеген кезде мұнай бағасы мен басқа өнім бағаларда қайта көтеріле бастады. 2012 жылдың 1-тоқсанында мұнай бағасы $123 жетіп, Unilever, Colgate-Palmolive сынды компаниялар кірістің төмендегені туралы айта бастады.
Себебі мұнай баррелі $123 тұрса, олар да өнім бағаларын көтеруге мәжбүр болды. Нәтижесінде қазір біз экономикалық төмендеудің екінші толқынын өткеріп жатырмыз. Сондықтан да мен осында отырғандардың бәріне айтарым, біз өсім мен төмендеудің 5, 6, 7 жылдық циклындамыз. Бұл дәуірдің соңы, бұл өте қауіпті. Сонымен қатар, бұл біздер үшін жаңа мүмкіндіктер әкелетін жағдай. Мысалға, Қытай экономикасы жылына 8-10% өсім көрсеткенде мұнайға деген сұраныс артты. Демек, жанар-жағар майда қымбаттады. Осы орайда мұнай бағасы мен өндірісінің арасындағы уақыттық алшақтық туралы айта кеткен жөн. Мұнай өндірісі өзінің шыңына 2006 жылы жетсе, баға деңгейінің жоғарғы шегі 2010 жылға келді. Мұнай өндіру шыңы классикалық геология термині. Геологтар ол туралы 30 жыл бойы пікір таластырды. 2011 жылы Халықаралық энергетикалық агенттік бұл талқылауларды түбегейлі тоқтатты. Климаттың өзгеру жөніндегі 2011 жылғы баяндамада осы ұйымның пайымдауынша, біз 2006 жылы күніне 70 миллион баррель мұнай өндіріп, алдағы 20 жылда 69 баррельден өндірмекпіз. Ойланыңыздар. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше, осы 20 жылда қалған мұнайды өндіруге $8 триллион жұмсалмақ. Иә, жер қойнауында басқа да қазба жанармай көздері бар. Канададағы мұнайлы құмдар, тақтатас кен орындары, алайда олардың өндірісі өте күрделі. Құмнан мұнай өндіру Аравиядағы дәстүрлі тәсілмен өндіргеннен әлде қайда қиын. Дегенмен мұнай қоры таусылуда. Біз екінші индустриялық революцияның соңғы кезеңіндеміз. Біреу қазбалы жанармай көздерінің бағасы қандай болатындығын ойлады ма? Иә, олардың тек өсетіндігіне бәріміз сенімдіміз. Енді екінші мәселеге көшейін. 2009 жылы Копенгагенде өткен экологиялық конференцияға бүкіл дүниежүзі елдерінің басшылары жиналып, жаһандық деңгейде климаттың өзгеруі мәселелерін талқылады. Мен осында отырғандардың бәрі термодинамиканың екінші заңының не екендігін түсінеді деп ойлаймын. Біз өндірістік өркениетімізді құру барысында атмосфераға көп көлемде CO2 шығарамыз. Көмірқышқыл газының ауадағы үлесі жерге күн сәулесін жібермейді. Биліктегілер жағдайдың қаншалықты қиын екендігін ашып айтпайды. Таяуда Біріккен ұлттар ұйымының климаттың өзгеру жөніндегі жаңа 6-шы баяндамасы жарияланады. Араларыңызда ата-аналар болса, баяндамадағы жаңалықтар сіздері қуантпасы анық. Осындай 2007 жылғы баяндамада жер бетіндегі ауа райының 100 жылда 3 градусқа жылитындығы туралы айтылған болатын. Баяндамада келтірілген көрсеткіштер бүгін сақтанымпаз болжам болып көрінеді. Соңғы 5 жылда ауадағы көмірқышқыл газының үлесі едәуір өсті. Енді бұған ата-ана көзқарасымен қарап көрелік. Егер 100 жылда температура 3 градусқа өссе, онда біз осыдан 3 миллион жыл бұрынғы жағдайға қайта ораламыз. Климат өзгеруінің неге әкеліп соқтыратынын түсіну оңай емес. Бізді су циклінің өзгерістері мазалауы тиіс. Су жоқ жерде өмір де жоқ. Планетаның экожүйесі миллиондаған жылдар бойы гидрологиялық циклдар негізінде дамып отырған. Ал енді құрметті ата-аналар, назар аударыңыздар. Өндірістік антропогендік әсер салдарынан температурасы 1 градусқа өскен атмосфераның жер бетінен сіңірген су көлемі 7%-ға ұлғаяды. Бұл өз кезегінде жердегі гидрологиялық циклінің бұзылуынан қыс ызғарының, көктемгі су тасқындарының, жер бетіндегі дауылдардың күшеюіне себеп болады. Біз гидрометеорологиялық циклдердің тек соңғы бірнеше 10 жылдықтағы өзгерістерін бақыладық. Бірақ бұл өте үлкен өзгерістер. Жер экожүйесі бұл өзгерістердің жылдамдығына ілесіп өзгере алмайды. Жер бетіндегі барлық континенттердің экожүйелері тұрақсыз. Біз жаппай жоғалудың қарсаңындамыз. Жер жаратылғалы оның бетін мекен еткен түрлер осыған дейін 5 рет жойылыпты. Оған әркез температураның күрт өзгеруі себеп болған. Осындай өзгерістерден кейін жер бетінде биологиялық алуан түрліліктің қалпына келу үшін орташа есеппен 10 миллион жыл қажет болады екен. 10 миллион жыл. Анатомиялық тұрғыдан алғанда адамзаттың жерді мекен еткен 175 мың жылы нәрестенің жасы іспеттес. Біз өте жас биологиялық түрге жатамыз. Бұны ғалымдардың зерттеулері дәлелдеп отыр.
Біздің балаларымыз жердегі флора мен фаунаның 70-90%-ның жоғалуына куә болмақпыз. Менің жұбайымның айтуынша, біз қазір не болып жатқанын түсіну үшін ұйқыдан оянып көзімізді аша алмай тұрмыз. Сонымен біздің амандығымызға ешкім кепілдік бере алмайды. Осында отырғандардың ішінде егде жасқа жеткен мен шығармын. Сондықтан менің сөзіме құлақ тұруыңызды сұраймын. Сөзімнің шын екендігін өзім көре алмасам да, сіздердің көздеріңіз жетеді. Жер бетін мекен еткен биологиялық түрлердің 99,5% жойылды. Ауыр болса да айтайын, алдағы уақытқа жасалған болжамда көңіл көншітпесі анық. Ондайға сенгіміз келмейді әрине, дегенмен бұл айналамызда болып жатқан жағдай. Біз басымыздан жаһандық экономикалық дағдарысты өткеріп жатырмыз. Мұнай баррелінің бағасы $125-145 диапазонында қалыптасып отыр. Бағалар шарықтап, экономика тынысы бәсеңдеп келеді. Біз жұмыссыздыққа тап болған адамдар санының зор екендігін көріп отырмыз. Энергия қымбаттап келеді. Мен таяуда Қытайда болып қайттым. Ел басшылығымен кездесіп, оларға жаңа қалаларды тұрғызуға аса мән берудің қажеті жоқтығын айттым. Олар сәнді де көркем болғанымен, олардың жаңалығы ескіше. Астанаға қатысты айтарым да сол. Көптеген ғимараттар 20 ғасырдың технологиялары негізінде салынған. Демек, ескі материалдан жаңа зат жасаған болып, өзімізді өзіміз тығырыққа тіреп отырмыз. Сонымен не істеуіміз керек? Жаһандық экономикалық дағдарыс бүгіндері түрлер дағдарысына айналды. Бізге жаңа жаһандық экономикалық жоспар құру қажет. Бәріне бірдей түсінікті экономикалық көзқарас қалыптастыруымыз керек. Оң өзгерістерге әкелетін шешімдер болуы тиіс. Экономикалық жоспарлар Қазақстан сияқты дамушы ел үшін де, Германия сынды дамыған ел үшін де бірдей істеу керек. Біз көміртекке байланбай, оған деген тәуелділіктен түбегейлі арылмасақ, тіршілік етуіміз неғайбыл. Адамзат алдағы 40 жылда көміртекті азайтып, немесе тазартпай, қолданудан түпкілікті бас тарту тиіс. Осындай жоспарлардың мұнайы көп елде іске асырылуы өте қиын екендігін түсінем, алайда бұны ойластыру қажет. Алдағы 50 жылда жаңа экономикалық даму жолына көшуді қалай жүзеге асырамыз? Бұл ретте біз адамзат тарихын қарастырайық. Ұлы экономикалық революция қалай жүргізілді? Бұны білсек, біз алдағы жолымызды да айқындай аламыз. Қазақстан орталық Азияны жаңа экономикалық дәуірге, орнықты дамуға, көміртексіз өмірге бастап барады. Ұлы экономикалық революция туралы сөз қозғағанда, оның коммуникациялық революция және энергетикалық режим жағдайларына байланысты екендігін ескеру қажет. Жүйелі өзгерістер адамдарды жақындастыратын, оларды ірі желілерге біріктіретін, еңбек дағдыларын дифференциациялайтын, жаңа энергетикалық режимдер пайда болуымен қатар жүргізілген. Бұл өз кезегінде коммуникациялық құрылымдарды өзгертуді талап етті. Осылайша коммуникациялық және энергетикалық өзгерістер үдерістері тарихи экономикалық жаңартулардың іске асуына себеп болған. Сонымен бірге адамдардың сана сезімін де өзгерткен. Бір мысал келтірейін. 19 ғасырда күшті энергетикалық және коммуникациялық өзгерістер мен осы үдерістердің жақындасуы орын алды. Бірінші индустриялық революция кезінде қол баспасынан бу күшімен істейтін баспаға көшу болды. Бұл өндірістің дамуына, баспасөздің өрістеп, басылымдардың арзандап, ақпараттың кең таралуына себеп болды. Бұл мүмкіндіктерді пайдалану үшін білімді халық қажет болғандықтан мемлекеттік мектептер көптеп ашылды. 20 ғасырда коммуникациялар мен энергетика тағы жақындасты. Орталықтандырылған электрлендіру, телефонизация. Кейіннен бұған радио мен телевизия қосылды. Осы кезден бастап, мұнай мен автомобильдер тоғышарлық пен жаппай тұтынушылық дәуірін орнатып, басқаратын коммуникациялық құралдар жөнінде айталамыз. Қазір біз 2-ші индустриялық революцияның аяқталар шағына жетіп, 3-ші индустриялық революцияның қарсаңында өмір сүріп келеміз. Оның қаншалықты уақыт алатындығын білмеймін, бірақ біздің қолымызда оның рецепті бар.
Соңғы 25 жылда күшті коммуникациялық өзгерістер болып, жеке компьютерлер дамып, интернет пайда болды. Интернетте мені қызықтырғаны оның ұйымдастырылу негізі. Мен телевизия, радио, газет, журналдар, басқа да әдебиет орталықтандырылған коммуникациялар тұсында қалыптастым. Интернет болса ақпаратты бөліп тарату құралы. Ондағы қарым-қатынастар жоғарыдан төменге тарамайды. Бұл бір санатты, көлденең, бірлескен энергия. Осыны түсінсек, Қазақстанда жаңа экономикалық революцияны жасау жолында айқындаймыз. Егер 1989 жылы мен сізге 24 жылдан кейін 2013 жылы адамзаттың 1/3 бөлігі арзан ұялы телефондарды қолданып, жоғары жылдамдықпен аудио, бейне файлдарды таратады десем, не дер едіңіз? 3 адамның бірі күнделікті интернет желісінде, миллиардтаған адамдар Фейсбукта, жарты миллиард адам Твиттерде, 100 мың адам Скайпта хабар алысып, бір сәт ішінде Google арқылы әлем қорына кіріп білім алады. Ғажап. Бұл ретте де коммуникациялық революция жаңа энергетикалық режиммен жақындасып келеді. Коммуникация мен энергия бір-бірімен үйлесіп отыр. Еуроодақ демалысқа барып назар аударар қызықтарын тамашалау үшін баратын жер. Алайда ол мұражай іспеттес. Мен батыстағы әріптестеріме әрдайым Еуроодаққа кіретін 27 мүше елдердің ақш-тың 50 штатымен салыстырғандағы жалпы ішкі өнімнің әлдеқайда жоғары екендігін айтып отырам. Бұл бүгінгі әлемнің ең күшті экономикасы. Еуропалық одақ ресми түрде 3-ші индустриялық революцияның негізгі 5 қағидаттары бойынша бірқатар міндеттемелер алды. Мен Еуропалық одақтың осы жоспарын дайындауға қатысқанымды мәртебе санаймын. Бұл жоспар 2007 жылдың маусымында Еуропарламентте қолдау тауып, одаққа мүше елдердің алдағы даму жолын айқындады. Осы орайда Германия мен Данияның басқа елдерден озып, көш бастап келе жатқандығын айту керек. Бұл мені қатты толғандырады. Мен Германияның канцлерімін, министрлерімен, Барак Обаманың жаңа әкімшілігімен де жұмыс істедім. 3-ші индустриялық революцияның бірінші қағидаты бойынша, Еуроодақ 2020 жылға дейін жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 20%-ға өсіру, энергия тиімділігін 20%-ға арттыру және көмір қышқыл газдар шығарындыларын 20%-ға қысқарту міндеттемелерін алды. Демек, сол кезеңде Еуропада тұтынатын энергияның 1/3 жаңартылатын қуат көздеріне тиесілі болуы тиіс. Бұл ұсыным емес, бұл міндеттемелерді одаққа мүше елдердің барлығы орындау керек. Сонымен біз жаңартылатын энергия көздерін неліктен үлестірмелі энергия деп атаймыз. Өйткені үйіміздің ауласында мұнай, көмір, тақтатас газы, уран сынды дәстүрлі энергия көздері жоқ. Олар ірі инвестициялар мен геополитикалық басқаруды талап етеді. Демек, олар орталықтан басқарылатын, өндірісі қымбат, жоғарыдан төменге қарай біріктірілген энергия көздері. Ал үлестірілмелі энергия әлемнің әр жерінен табылады. Мысалға, күн сәулесі жердің түкпір-түкпіріне жетеді. Күннің 45 минуттық сәулесі дүние жүзінің 1 жылдық энергиялық қажеттіліктерін қамтамасыз ете алады. Ал күн энергиясының 1%-ын жинақтап пайдалана алсақ, адамзатқа қажетті қуат мөлшерінен 7 есе асатын энергия алар еді. Ендігі мысал жел. Қазақстанда желді күн көп. Желдің тек 20%-ы бізге қажетті қуат мөлшерінен 6 есе көп энергияны бере алады. Ал жер астында геотермалды энергия көзі бар. Демек, біз оның энергиясын әлемнің барлық жерінен таба аламыз. Біз ауыл шаруашылығы қалдықтарын өндіріп, қуат көзіне айналдыра аламыз. Энергияны мұхит толқындарынан да алуға болады. Тәулік бойы әр жерде қуат көздерін тауып, энергия өндіре аламыз. Үлестірмелі энергия мөлшері адамзат тарихының соңына дейін жеткілікті. Сондықтан 3-ші индустриялық революцияның бірінші қағидаты 20% жаңартылатын энергия көздері. Екінші қағидат. Біз энергияны қалайша жинақтап таратамыз? Алғашқыда біз Италия, Испания, Грекияда бірнеше ірі күн станциялар мен жоғары кернеулі электр тасымалдау линиясын салып, жасыл энергияны Еуропа елдеріне таратпақ ойда болдық. Ирландияда жел көп. Онда үлкен жел станцияларын құруды ойластырдық. Бірақ кейін біз бірнеше орталықтандырылған жүйе арқылы экономиканы басқара алмайтындығымызды түсіндік.
Сонда біз жаңартылатын энергия көздерін жердің әрбір нүктесінде табуға болғандығын түсіндік. Олай болса, қуатты қай жерде өндіріп сақтаймыз? Ғимараттар, инфрақұрылымдар. Европада 191 миллион ғимарат бар. Үйлер, кеңселер, зауыттар, банктар, олар көп энергияны сіңіреді. Көп көмір қышқыл газын шығарады. Бұл климат өзгерімінің басты себептерінің бірі. Ал екінші себептігім айтылады. Үшіншісі көлік, ал екінші орында үлкен кәсіпорындар мен мал шаруашылығы өндірістері. Әлемнің 192 мемлекетінің бірде-бір басшысы бұл себеп туралы айтқан жоқ. Өйткені олар адамзатты сақтап қалу қажеттігінен туындаған лажсыздықтан, тағамдық әдеттерін бұзуға мәжбүр қоғамның ашуынан қорықты. Біздің Еуропадағы ендігі мақсаттарымыздың бірі 191 миллион ғимаратты жеке электр станциясына айналдыру. Біз энергияның өнімділігін жоғарылатып, ғимараттарды қайда жөндеуден өткізбекпіз. Оларға күн панельдерін, жел станциялары және жылу насостарын орнатамыз. Шатырларда, қабырғаларда орналастырылған құрылғылар күн мен желдің қуатын жинақтайды. Ғимарат астынан геотермалды энергияны, сонымен қатар қалдықтарды өңдеуден қуат алуға болады. Біздің кеңеске кіретін 120 компаниялардың бірі франциялық құрылыс компаниясы 2 жыл бұрын Париждің жанында осындай қуат жинақтайтын алғашқы әдемі кеңселік кешенін тұрғызды. Бұл ғимарат жинайтын энергия мөлшері өз қажетін қамтамасыз етіп қана қоймай, артылған қуатты орталық энергетикалық жүйеге жібереді. Енді таза энергияны өндіретін ғимараттарды салу тәжірибесі бар мердігер, дәстүрлі құрылыс компаниялар салатын нысандардан арзан кешендер сала алады. Егер араларыңызда құрылысшылар болып қажет деп тапсаңыз, біз сіздерді жоба жоспарларымызбен таныстыра аламыз. Үшінші, индустриялық революцияның екінші қағидаты экономиканың ілгерілеуіне түрткі болады. Бұл Қазақстан үшін де өте маңызды. Өйткені жоспар бойынша 2030 жылға дейін елдегі ғимараттардың 80% жаңадан салынбақ. Қазақстандағы ғимараттар паркін жаңартуға 30 жылдан астам уақыт бар. Ескіні өзгертуден гөрі жаңадан бастаған жеңіл. Бұл сіздерді алға шығарады, экономикаға дем береді. Әрбір ғимарат бөлек электр станциясына айналады. 1970 жылы әлемде бағасы миллиондаған долларлық бірнеше компьютері бар екі ірі компания болған. Содан кейін Стив Джобс пен Силикон алабында істеген екі жігіт жеке компьютерлерді ойлап шығарды. Бүгіндері адамзаттың 1/3 арзан телефондарды қолданады. Өте оңай. Бұл энергия. Бүгін әрбір елде бірнеше ірі энергетикалық және коммуникациялық компаниялар бар. Олар қазбалы жанармай мен ядролық энергияны өндіріп бізге сатады. Еуропада жеңілдетілген жасыл тарифтер қолданыста. Қазақстанда осындай жеңілдіктер енді ғана енгізіліп келеді. Еуропада энергия өндіретін миллиондаған ғимараттардың пайда болғанына 10 жыл болды. Ендігі 10 жылдықта Еуропада, Қазақстандағы, дүние жүзіндегі осындай ғимараттар саны 10-даған миллионға жетеді. 20 жылдан кейін олардың саны 100-деген миллионға жетеді. Мен бұл жөніндегі ойларыммен бөлісейін. Біздің экономистер жүргізген есептер бойынша күн мен желдің көрсеткіш ауытқымасы кезіндегі компьютерлік чиптар көрсеткіштеріне ұқсас, төмен деңгейде болған екен. Алғашында білсеңіз, IBM басшысы Уотсон мырза 1950 жылы әлемде 4-ақ компьютер қажет болатындығы туралы айтқан болатын. Ол компьютерлік чиптердің өсу қарқынының осылайша ұлғаятындығын күтпеп еді. Ендігі жерде біз күн және жел энергияларының дамуында дәл сондай жағдайлардың қалыптасқандығын көріп отырмыз. Олардың инфрақұрылымы 2 жыл сайын еселей өсуде. Онда үкімет пен өндірістің бұған әлі бармаған себебі неде? Егер де сіз $1 алып, қолыңдағыңызды күн сайын еселей түссеңіз, онда 15 күнде сізде бірнеше $1000 жиналады. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 16 мен 22 еселенудің арасында ауытқыма сызығы тігінен тұрып, 30 күннен кейін не болатындығын көрсетеді. Математикаға жүгінсек, сіздің қолыңызда $1 миллиард болуы тиіс. Күн және жел энергиясын дамыту жолында біз бүгін 23 күнде тұрақтағандаймыз.
Бәлкім, бұл өте оптимистік болжам деп санарсыз, бірақ 20 жыл ішінде бүкіл әлем баламалы энергия көздеріне көшеді. Естеріңізде болса, кездесу басында мен инфрақұрылымның дамуы салдарынан қазіргі күні ақпарат таратудың арзандығы туралы айтқан болатынмын. Сізде ұялы телефон болса, сіз ақыны қызмет көрсетушіге ғана төлейсіз. Қалғаны тегін. Дәл осылай шатырыңызға келіп түскен күн сәулесі де, қабырғаға жеткен жел де, геотермалды жылу да тегін. Ол да ұялы телефонның байланысы сынды арзан болады. Компьютерлердің жоғары бағасы бүгінгі жағдайға дейін түсті. Бұны Германия түсініп отыр. Бүгінгі күні бұл ел тұтынатын энергияның 20-25% арзан қуат. 2020 жылға қарай олар бұл көрсеткішті 35%-ға жеткізеді. Германияда миллион ғимарат түрлендіріліп, энергияның шағын мөлшерін өндіреді. Технологиялардың өзіндік құны арзандай түсіп келеді. Үшінші қағидат бойынша біз осы энергияны сақтаймыз. Өйткені күн бұлтты күні шықпай, жел керек кезінде еспеуі мүмкін. Сондықтан да біз энергияны жинақтап сақтай білуіміз маңызды. Еуроодақта бұл мақсаттарға аккумуляторлар, маховиктер, су помпалары, ауа компрессорлары сынды құралдар қолданылады. Біз қазір сутектік технологияларға назар аудара бастадық. Сутегі әлемдегі негізгі элемент. Біз негізінен сутегінен тұрамыз. Ол энергияны жақсы сақтайды. Егер сіздің шағын үйіңіз болса, сіз сутектік технологияны қолданып, артылған қуатты жалпы энергетикалық жүйеге жібере аласыз. Еуроодақ мемлекеттік сутектік технологиялар секторына 8 миллиард евро бөлу міндеттемелерін алды. Германияның ірі Ион компаниясы сутектік энергияны жинақтайтын технологияларды бүкіл ел аумағында сынақтан өткізіп келеді. Шатырдағы күн сәулесін жинақтайтын панельдер жасыл энергия өндіреді. Тұтынған қуат мөлшерінен артылғанын сіз суда сақтай аласыз. Орта мектептің химия курсын еске алыңыз. Электр тогын суға енгізгенде сутегі көпіршіктене бастайды. Ал күн сәулесі шатырдағы панельдерге жетпеген кезде сіз судан сутегіні бөліп алып, оны электр қуатына айналдырасыз. Демек, технологияларымыз бар. Енді оларды қажетті деңгейге жеткізу керек. Төртінші қағидат – интернет революцияны энергиямен үйлестіру. Біз Еуропаның электр желілерін интернетке негізделген ақылды тарату энергиялық жүйелерге ауыстыра бастадық. Кейбір адамдар ақылды жүйенің не екендігі туралы сауалдар қояды. Бұл миллиондаған ғимарат өндірген жасыл энергияны жинақтап, сутегілік технологиялардың көмегімен сақтайтын жүйе. Сізге артық энергия қажет болмаса, белгілі бір бағдарламаның көмегімен бұл қуат мөлшерін энергетикалық интернет арқылы Еуропа аумағында, Ирландиялық теңізден бастап, Ресейге дейінгі аралықта бөлісе аласыз. Дәл қазір бір ақпаратты цифрлық түрге сақтағанымыздай энергияны интернет арқылы жолдау мүмкіндігіне ие боласыз. Dutch Telecom компаниясы бірнеше жыл бойы өздерінің ақылды жүйесін тексеруден сәтті өткізіп келеді. Біз жаңа жүйеге іс жүзінде көшуге дайынбыз. Және ең соңғы 5-ші қағидат – көлік және логистика. 5 ірі көлік компаниялары 2016 жылға дейін жанармаймен жүретін көлік құралдарын қолданудан бас тартпақ. Өйткені бізде көлікке қажетті электр қуатты алу құрылымы дайын. Бүкіл Еуропа аумағында көлік қоятын жерде энергетикалық жүйеге қосылған штекер болады. Желіге қосылсаңыз, электр энергиясын аласыз. Немесе сіздің компьютеріңіз автокөліктегі электр энергиясының мөлшерін бақылап, қажет болғанда ондағы артық қуат мөлшерін сатуға мүмкіндік береді. Біз Еуропаның кейбір жерлерінде бұл жүйені іске қосып үлгердік. Сонымен 5 қағидат. Жаңартылатын энергия көздері. Ғимараттардың электр қуатын өндіру, энергияны жинақтап сақтау, энергетикалық интернетті икемдеу және электр қуатымен жүретін көлікті осы жүйеге қосу. Менің ойымша, Қазақстан Орталық Азия мен дамушы елдерді 3-ші индустриялық революция дәуіріне жетелейтін күшке айналады. Оның 5 қағидатын біріктіргенде біз ұғынықты инфрақұрылым жасай аламыз. Бірақ Обаманың жасаған қателігін қайталай көрмеңіз. Ол жасыл экономиканы қолдайды.
Ол салықтан алынған миллиардтаған доллар қаржыны жасыл экономиканы дамыту мақсаттарына бөлгенмен, жаңа экономиканы құра алмады. Неліктен олай болды? Вашингтонның қателігі қаржыны жекеленген, жүйесіз жобаларға жолдағандығында. Олар инвестицияларын бір штаттағы күн панельдерін шығаратын зауытқа салса, басқа штатта электрлі көлік паркіне жүйесіз бөліп салды. Бұл жерде экономикалық өзгерудің инфрақұрылымдық революцияға негізделетіндігін түсінбеу орын алды. Сіздерге коммуникация мен энергияны біріктіріп, инфрақұрылым құру қажет. Екінші индустриялық революция үшін тек іштен жанатын қозғалтқыштың шығуы жеткіліксіз болды. Ол үшін орталықтандырылған электр жүйесі қажет болды. Сонда ғана станоктар істеп, шығарыла бастаған көліктер, жүретін жолдар салынды. Содан кейін жанармай құю станциялар мен бензин шығаратын зауыттар қажет болды. Содан кейін біз қала маңдарын салу үшін құрылыс индустриясы мен ұлтаралық коммуникациялық нарықтарды құра бастадық. Менің ойымша, үшінші индустриялық революция халықтың билігіне сүйенеді. Біз индустриялық демократия дәуіріне қадам басып келе жатырмыз. 20 жылдан кейін не болмақ? Миллиардтаған адамдар тегін электроэнергиясын өндіре бастаса, энергетика және интернет салалары демократияланады. Әрі мұнай газ компаниялары билігінен айырылып, адам құқықтары аясы кеңейе түседі. Бұл революция. Енді мен біздің Еуропада жіберген қателіктеріміз туралы баяндаймын. Қазір біз 5 қағидат талаптарына қол жеткізіп отырмыз, дегенмен жоспарлау қажет. Біз бірінші қағидатты тым тез дамыттық. Төртінші қағидатты энергетикалық интернетті керісінше өте баяу дамыттық. Осылайша біздің жаңа энергетикалық жүйеміз толыққанды жұмыс істемеді. Бізде жасыл электр қуатын өндіретін миллиондаған қатысушы болды. Осы энергияны жалпы жүйеге жолдайтын тарату желілері қызмет ете бастады. Алайда біз энергияның осындай көлемімен не істеу керектігін білмедік. Жаңартылатын энергия көздерін дамытып, біз кейбір жерлердегі жасыл энергия үлесін 60%-ға жеткіздік. Испанияның Наварасында оның үлесі 70%-ға жетті. Өкінішімізге қарай, ол кездері біз бұл көлемді сақтай алмадық. Осылайша біз Еуропада өндірілген 4 киловатт жасыл энергияның 3-ін жоғалттық. Петропайп, Nissan, Daimler сынды компаниялар миллиардтаған қаржыны электр көліктеріне қажетті энергияны өндіруге жұмсап отыр. Бірақ қажетті инфрақұрылымның жоқтығынан олар дәрменсіздік күйін кешті. Сіздер жаңа әлем құрылғалы отырсыздар. Бұл инфрақұрылым революциясы болу керек. Бұны Қытай түсінді. Бұл мәселе ұзақ талқыланған болатын. Былтырғы маусымда Қытайда менің кітабым 400 000 дана тиражмен жарияланды. Премьер-министр Ли Кэцян оны оқып шығып, мемлекеттік ұйымдарға мағлұматтар жинап, елдегі осы мәселеге байланысты жағдайды анықтауды тапсырған болатын. Осыдан 2 апта бұрын мен вице-премьер, экономика министрі Ван Янмен кездестім. Оған менің кітабым мен жоспарларым ұнаған екен. Ұнағаны соншалықты, олар 5 қағидаттың бәрін ендіруге дайын екендіктерін жеткізді. Бағана айтып кеттім, Қазақстан ұлы жібек жолында тұрған қазба байлықтары мол мемлекет. Сіздер Ресеймен шектескен, Еуропа мен Қытайдың арасында орналасқан елсіз. Бұның сіздердің экономикаларыңыз үшін қаншалықты маңызы бар екендігіне әлі тоқталамыз. Музыкалық компаниялар үлестірмелі энергияны ұзақ уақыт мойындамай келді. Миллиондаған жастар бағдарламалық жасақтамалардың көмегімен өзара әуендік файлдармен ауыса бастағаннан кейінгі 5 жылда компаниялар жұмыс орындарын қысқартып, қызметін тоқтатуға мәжбүр болды. Газеттер де осындай күйге жетті. Миллиондаған адам ақпаратты радио, телевизиялық жаңалықтардан, YouTube сынды ресурстардан алды. Миллиондаған адам ақпаратты радио, телевизиялық жаңалықтардан, YouTube сынды ресурстардан алады. Енді газеттерде не жабылып, не блоктар аша бастады. Мен баспа ісімен айналысам. Интернеттің дамуы салдарынан бұл қызмет аясы 33%-ға кеміді. Бүгін ашылатын компанияның ісі алға басама әлде алдағы жылда жоғалама.
Сіздердің экономикаларыңыз шарықтап дамый ма, әлде тығырыққа тіреле ме? Қалай болғанда да сіздер негізгі назарларыңызды еңбек шығындарына емес, энергия шығындарына аударасыздар. Энергия жанармай ғана емес, басқа да материалдар, кендер қолыңызда бардың бәріне байланысты қуат. Мен қазір кішкентай құпияны ашпақпын. Бұл үкімет басшылары мен бизнес көшбасшылары үшін өте маңызды. Бұл құпия жөнінде экономистер сөз қозғай қоймайды. Өнімділік пен өсімнің табиғаты қандай? Экономистер бұны жақсы біледі. Мен Уортон бизнес мектебінде өзім оқыған бағдарлама бойынша дәріс беремін. Бұл әлемдегі ең көне мектеп. 50 жылдай уақыт бұрын 60-шы жылдары өзім сонда оқығанмын. Мені өнімділік пен өсімнің екі факторы жұмыскердің өнімділігі мен жабдық өнімділігіне негізделген деп оқытқан. Құрал жабдықтар неғұрлым жақсы істесе, соғұрлым жұмыскердің де өнімділігі арта түседі. 1976 жылы Роберт Солоу Нобель сыйлығын алғанда осы құпияны ашқан еді. Ол өнімділік пен өсімнің негіздері туралы айта келе, қолданыстағы тұжырымның проблемаларына да тоқталды. Роберт Солоу былай деді: біз индустриялық революцияны мұқият зерттей келе, жұмыскер мен жабдық өнімділіктерінің өнімділік пен өсімнің тек 14%-ын құрайтындығын анықтадық. Солоу сауал қойды: өнімділіктің қалған 86%-ы неден құралады? Бұл қағидат Солоу қалдығы деген атпен белгілі. Браммердің реформалары американдық экономикалық қауымдастықтың құрылуына себеп болды. Олар экономикалық талаптарды анықтады. Сіздер әрине экономистердің өнімділік пен өсімнің 86%-ы неден құралатындығын неге білмейтіндігіне таң қалған боларсыз. 1700 жылдардың соңында ағарту дәуірінде қазіргі экономикалық теория негізделген кезде бәрі Ньютонның физикасына әуес болды. Сондықтан сол кезде экономикалық теорияны әзірлеген экономистер де Ньютон физикасына сүйенген. Сіздер гравитация заңдылығы туралы, әрбір реакцияға қарама-қайшы реакцияның болатындығын білесіздер. Адам Смит осы заңдылықтардың ұсыныс пен сұраныс идеясына себеп болғандығын мойындаған. Ньютонның бірінші инерция заңы ұсыныс пен сұраныс теориясына түрткі болды. Ньютон физикасын экономикалық теорияны анықтау мақсатына қолданудың бір ғана проблемасы бар. Ньютон физикасының экономикаға еш қатысы жоқ. Экономика энергия заңдылықтарына, термодинамиканың бірінші және екінші заңдарына негізделген. Бұл заңдылықтар 19 ғасырдан кейін ғана химик пен физиктер энергия ысыраптары мен машиналардың энтропиясын өлшеу тәсілдерін зерттеу барысында ашылған. Егер де сіз іскер адам болсаңыз, онда түсінесіз. Энергияның бірінші заңы: бүкіл әлем энергиясы тұрақты. Ол әрқашан болған. Оны өндіріп жоғалту мүмкін емес. Термодинамиканың екінші заңы энергияның формасын өзгеру мүмкін екендігін аңғартады. Әлемдегі энергия қолдануға ыңғайлы түрінен қолданған түрге, ыстық түрінен суық түріне, байытылған түрінен таратылған түріне өзгеріп тұрады. Бұл экономикалық қызметтің негізі. Біз энергияны бір түрден басқа бір түрге өзгерткен сайын, оның құнын жоғарылата түсіп, шығындар көтереміз. Өндірілген барлық тауарлар мен қызметтер түптің түбінде табиғатқа оралады. Бірақ энергия ешқайда жоғалмайды. Көмір тасы жанғаннан кейін оның энергиясы көмір қышқыл газына айналады. Ал көмір қышқыл газын түрлендіруге өте көп энергия жұмсалады. Сондықтан жалпы ішкі өнімді байлықтың емес, керісінше қарыздар өлшемі деп білу қажет. Климаттың өзгеруінде индустриялық дәуір үшін төленетін құн екендігін білу керек. Роберт Солоу экономистердің өнімділік пен өсімнің неден құралатындығын білмегендігін мойындады. Енді бұл мәселемен ғалымдар айналысып жатыр. Үшінші индустриялық революция Қазақстан мен Еуропаға не береді? Ең алдымен біз қарастырған 5 қағидат тарихтағы алғашқы интеллектуалды инфрақұрылым. Біз оны заттар интернеті деп атаймыз. Жаңартылатын энергия көздеріңіз бар болса, сіз тұрғызған ғимарат қуат өндіреді. Энергетикалық интернет арқылы сіз логистикалық жүйеге шыға аласыз.
Басқаша айтқанда, Қазақстанда осы 5 қағидат жұмыс істесе, бұл жүйеге кір жуғыш машинадан бастап ірі өндірістерге дейін бәрі қосылады. Металлургиялық зауыттардағы жағдай қандай? Мұнай өндіруде не болып жатқандығы? Өндірістік линияда осы сәтте не болып жатыр? Орталық жүйедегі электр қуатының осы мезеттегі құны қандай? Соңғы 1 сағатта қанша шикізат өндірілді? 2 сағаттан кейін ауа райы құбыла ма? Жөнелтілген жүк қай жерге жеткендігі, қажетті ақпарат көрініп тұрады. Сондықтан да біздің интернетті коммуникациялық, энергетикалық, логистикалық интернетке айналдырмақ жоспарларымыз бар. Бұл инфрақұрылым ауқымды ақпаратты өңдеп, түрлі салалардағы жағдайды сараптап, Google сынды болжамдар алгоритмдерін құруға мүмкіндік береді. Біз жылу динамикасының тиімділігін, энергия шығындарын азайтуды, немесе өндіріс қарқынын бақылау мүмкіндігін беретін бағдарламалық жасақтамалар құруымыз қажет. IBM, Siemens, General Electric және Cisco заттар интернеті, ақылды қалалар мен интеллектуалды жер шарын құру мәселелерін талқылауда. Siemens-тің басшылығымен кездесу кезінде директорлар кеңесінің төрағасы осындай жүйенің құрамдас бөліктерінің дайын екендігін айтып, оларды біріктіру ісінде түсінушіліктің жоқтығын жеткізді. Заттар интернеті көп ақпаратты өңдеп, сараптама жасау арқылы қызметіңіздің тиімділігін жоғарылатып, өнімділікті еселей алады. Бұл өте маңызды. Екінші индустриялық революция кезеңін адамзат 1905 жылы 3% тиімділіктен бастады. Сол кездегі инфрақұрылымды пайдаланған Америка 14% тиімділікке қол жеткізді. Үшінші индустриялық революция интеллектуалды революция болмақ. Біз 14% тиімділіктен 40% деңгейге, тіпті 60% тиімділікке жету мүмкіндігін аламыз. Бұл энергияны төмен пайдалану жағдайында өнімділікті еселей арттыру, таза энергия көздерін пайдалану арқылы жұмсақ климатқа қол жеткізу мүмкіндіктері. Революция бизнес модельдерін де өзгертеді. Мысалға, 3D принтер 3-ші индустриялық революция барысында қолдануға арналған. Ол қазір үйлеріңізде тұрған принтерге ұқсас. 3D принтер өте ашық бағдарламалық жасақтама. Патенттері жоқ. Оның жасақтамалары балқытылған металға, пластикке, құм мен тасқа нұсқаулар беріп, арзан өнім шығарады. Мұндай жұмыспен бүгіннің өзінде мыңдаған адамдар айналысып жатыр. Бұны біз аддитивті өндіріс деп атаймыз. Сіздің бәсекелестікке қабілеттілігіңіз арта түскен соншалық, енді үлкен бір өндіріспен бәсекеге түсе аласыз. Өйткені өнім шығару барысында олардың материалдар шығыны көп. Ал 3D принтерді қолданған сіздің қаржылық, энергетикалық және материалдық шығындар көтермей, өңдеген өніміңіздің нарықтағы бағасы да төмен болары хақ. Сонымен қатар сіз маркетингтік шығындарға ұшырамай өнімді жаһандық веб-сайттар арқылы бүкіл дүние жүзіне ұсына аласыз. Сіздің көлік құралдарыңыз өте арзан, желілік электр энергиясын пайдаланса, өнім құны өспейді. Демек, өндірісте демократияланып келеді. Соңғы 2 жылда оның даму қарқыны интернеттің дамуынан да жоғары. Бұл модельдің Қазақстанға келіп жетер күні алыс емес. Модельдің өзгеру бойынша тағы бір мысал келтіруге рұқсат етіңіз. Біз электроэнергетикалық өндіріс пен тарату желісі бойынша бірқатар іс-шараларды қолға алдық. Алғашында біз бұл идеяны Еуропада ұсынғанда энергетикалық компаниялар наразылық танытты. Коммуналдық компанияларда қуана қоймады. Дегенмен өзгерістер болады. Үшінші индустриялық революцияның ертең боларына ешкім сенбейді. Қазба байлықтар енді 30-40 жылға жетер. Бұл дәуір соңына таяп келе жатыр. Бірақ ол ертең аяқталмайды. Басқа қырынан қарасақ, бұл энергияның қымбат екендігін, климаттың өзгеруіне тікелей ықпал ететіндігін және олардың негізіндегі технологиялардың қатерлі екендігін бәріміз білеміз. Сондықтан болар, компанияларға осы ойымыздың бәрін жеткізгеннен кейін олардың көнігуіне тура келді. Бүгінгі күні жеңілдікті тарифтер тек 51 мемлекетте ғана бар. Сіздер де таяуда өзіңіздің алғашқы жасыл тарифтеріңізді енгіздіңіз. Миллиондаған адамдар жасыл электр қуатын өндіріп жатыр. Енді олар кооперативтер құрып, шағын бизнес пен жеке тұтынушыларды тартып, бірігетте
электр қуатын желілерді басқаратын компанияларға сатады. Бұл тұрғыда энергетикалық компаниялардың міндеті қандай болмақ? Олар энергетикалық интернеттің қызметіне жауапты болады. Ендігі сұрақ, табыс қайдан келеді? Орталықтандырылған жүйеде 30 жылда сіздің табысыңыз жоғары болмайды. Өйткені сіз ертеңгі күні үйреншікті жолыңыздан таймай, көмір мен мұнайдан бас тарта қоймайтыныңыз анық. Десек те, алдағы 30 жыл ішінде сіз ескі және жаңа модельдің біреуін таңдауға мәжбүр боласыз. Жаңа модель жағдайында табыс қалай жасалады? Неғұрлым аз электр қуатын сату арқылы. Мен электр қуатының аз көлемін сату арқылы табыс көруге болады дегенімді растаймын. Біз бүгін IBM компаниясының жүргізген зерттеулері нәтижелерін қолданып отырмыз. 1990 жылдары бұл компания үлкен қиындықтарға тап болды. Оған дейін компьютерлер жақсы табыс көзі болған еді. IBM-нің өкінішіне қытайлықтар, кореялықтар және жапондықтар нарыққа арзан компьютерлерін шығара бастады. Қиындыққа душар болған IBM компаниясындағылар компьютерлерінің ендігі әрі табыс әкелмейтіндігіне көзі жетті. Олар біздің компьютерлер ешкімге керек болмаса, дүние жүзінің қызығушылығын қалай қайтара аламыз? Олар бізден не күтіп отыр деген сауалдарға жауап іздей бастады. Осылайша IBM саясатын өзгертіп, компьютерлерді жасап сатудан ақпарат ағындарын басқару саласына көше бастады. Енді IBM, Cisco, Hewlett-Packard сынды компаниялардың бәрі ақпаратты басқару ісіне өтіп, бәрінде де ақпараттық технологияларды дамыту бағыты ашылды. Ал коммуналдық компанияларға не ұсына аламыз? Оларға энергетикалық интернеттің қызметі үшін жауапкершілік артылмақ. Олар жасыл электр қуатын жеткізіп, табыстарын шағын және орта бизнес компаниялармен серіктес құрып, энергия ағындарын басқарудан табады. Ал Cisco сияқты компаниялар ақпарат ағындарын басқарады. Сонымен электр желілік таратушы компания энергияны сатумен айналыспайтынын ұқтық. Ол мыңдаған компаниялардан келетін ақпараттың үлкен көлемін сараптап, сол кәсіпорындардың термодинамикалық тиімділігі мен өнімділігін арттыратын, энергия шығынын азайтатын алгоритмдерді құруға көмектеседі. Ал кәсіпорындар өз кезегінде желілік таратушы компаниямен өз өнімділігімен бөліседі. Аз көлемде электр қуатын сату жағдайында мыңдаған компаниялардың өнімділігін өсіретін энергетикалық режимді басқару үшін қатаң бақылау жүргізу қажет болады. Кейін таза энергияны сатуға көшкенде мұндай компаниялар дамып өсе бастайды. Алдағы таяу күндері біз Францияда, Дюнкерк қаласының маңындағы Нор-Па-де-Каледегі өндірістік энергетикалық кешенінің алғашқы негізгі жоспарын ұсынбақпыз. Бұл өте ірі өндірістік аймақ. Біз соңғы бір жыл